15-17 ноябрьда Владивостокта Панкратион күресші Россия кубогы ирткан. Мынды Хазнадағы Чебіргүс регионның спортсменері араласқанар. Прай 2-3 илі күресші. Хакасиядан барған спортсменер постарының көдірімлерінде чеңісші болып сқанар. Я андық сырнайды всегда сетік құлшы. Оланды мағыт спортсмен прайзы башалыр. Анар башалар кем Россияда, например, екінші бұрған, олар башалар Кубок Россияға. Прайз сетік, прайз соперниктер мағыт болғаныр. Менің весовой категориядер пискізі болған, Михаилның тоже пискізі болған. Вадим Вялковский скіркі көрестерінің қажының айғызша. Аның арда аймық марғыларды арлызып, ода чеңістік база сыйықтық орынырға тұрысша. Панкратион көресші Россия кубогында ол 6 килограмм көдірімді пастағы орынға сық болған, база спорт ұзатқа тұрысқан. Михаил Балганов тізің Сибирдегі марығын ұтып, Россияда 2-ші орында болып барған. Че ол Россия кубогына сығып алыр үшін прайс енерін ерткен. Иди Владивостокта Панкратион күресші 84 килограмм көдірімді аға талант артқан оқ. Алтын сыйға тұрысқан. Чайғыда Михаил Кыргызстанда қапсағай күрестің телекай мариндарылызып шеңісші болып сқан. Чайғыды қонжықты вады азы қолының қапысшың спорт көрімінде Хакасияның командасы Сибирдегі федеральный округтың чемпионатында 2 алтын, 1 қолы сыйық ұтқан. Мынды Вадим Идек чеңісілер санында болған. Хайди көршебіз пүл іскіркі күресінің айғыз шытқан оларға база оларының тренері Станислав Челтыңмашевке оға таланық жыл болча. Балганов Михаил ол итқан 3 круг, мен итқам 2 круг. Михаилдың тоже прай соперниктер оға болғаныр ему. Прайзы мағыттыр. Конкуренция бар, қынық прайзынға кілчелер тудырығызы. И маманың прайзы кілчелер андары, и кем греплин қарбысылар андары башалар. Бұл неделеде чеңісілерге екі басқа марық көріліп барған. Вадимге азық оның ғапсың марық, Михаилге олың көрісше Карамчаковтың құмыр қазына чарылған жоныр арызындағы турнир. Ізінше біз бөзік ұстығы базы қылықтарын аймақ спорт көрімлерінде сынып шыққан спортсменер мұнды да чеңісілер болып барып зарына. Альберт Коломаев, Владислав Пустовойт, хабарларға.